Ölümde til bastaydı, жақ қостайды, бәйгеден келген жүйрік ойқастайды. Берейін баста десең, бұл тойды мен бастамай кім бастайды? Ал енді құлақ салып елім бір сәт, мерейлі меймандарға көңіл бұрсақ, қонақты құшақ жая қарсы аламыз, ұсынып жүректердің төрін жұмсақ. Атаның салт емес пе екі жастың, дәл бүгін бетін қақпай белім бузақ. Әй кешегі Құнанбай мен Алшынбайдай мың жылдық құдалықтың жолын қылсақ. Сыр елінде көгеріп көктепті ғой құданың туып өскен тегін қусақ. Сыр Алаштың анасы деген сөзге жарасар барша қазақ сенім қылсақ. Ей бізде де арман бар мау динамызды, Алаштың анасына айдау келін қылсақ. Ей келін қылсақ ау. Ей жақсы қыз жарық шашқаны шам секілді, дидары шұғылалы таң секілді. Динадай қарындасым қарлығашым, ұсынған қарасуы бал секілді. Атанам тәрбиемен тәлім берді, ар ұяты кіршіксіз қар секілді. Қыз ұзатып жанымыз жабырқап тұр, жапырағынан айырылған тал секілді. Дегенмен көңілдерді мұң баспасын, күйеуде жүзі жылы жан секілді. Екеуі де болған соң Қызылордалық екі жас бір-біріне дәл секілді. Ендеше қарындаспен бақытты боп, Ернаржан жүк көтерісін нар секілді. Ей Динаны ханшайымдай аяласын, өзі де өмір сүрсін айдау хан секілді ау. Хан секілді ау. Құдалар келді мінекей, әулетімізге ән қылып, біздерде құрмет қылайық. Ей салтанатпенен сән құрып, ақ тілектерді жаудырып, жүзік пен сырға салдырып, бой жеткеннен соң қыз бала ұзатылуы заңдылық. Бойына әдеп жинаған ей жүрегім менің Динажан, ата-анаңның қолында ол патшайымдай жүрдің паң күліп. Үлкен өмірге жатырсың, қадамды басып қан қылып, бойыңда тұрсын әрқашан ей әдеп пен ғұрпың жаңғырып. Сіздерге биік тұғыр бар, құдалар төрге шығыңдар, отау боп жатқан екі жас ей бақытты болсын мәңгілік. Айдайым, 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 алаларым. Ай баракалла.